Әңгіменің 3 бөлімі. Қалалық нағашымыздың үйі Першин мен Қазақ көшесінің қиылысында еді. Электр шамы жағыла сонда келдім. Айттырған қызыңызды алмаймын деп жауап беруге бекініп тас түйіліп келгенмін. Ауызғы үй көк ала көк түтін. Нағашымның жалпақ қара келіншегі жау алғырдың желсіз күні тартпайтын әдеті ғой деп бықсып жамбаған пеш аузына үңіліп күйбеңдеп жатыр. Еденді дүрсілдетіп кірген маған самарқау мойын бұрды да, жиенбісің, үлкен жігіт болдың ба, өте бер, жездемдер төргі үйде деді. Шамы көмескі төргі үйде әкем мен шайым отыр. Екеуі де намаз сәтіндегідей шарта жүгініп алған. Алдарында туырлықтай орамал, орамалда картаға салған ақша сияқты бей-берекет шашылып жатқан көк ала, сары ала қағаздар. Екеуі де саусақтарын басына әлмәл тіп-тіп түкіріп қойып, құнжыңдап ақша санайды. Маған назар салған жоқ. Әкем ғана мына жағыма отыр дегендей оң жағына басын сәл қисайтып көз қиығын бұрып қойды. Отырдым. 40, 43, 47 деп іштерінен Құран оқығандай күмбірлеп бір сомдықтарды бір бөлек, қызыл ала, көк ала ірілерін бір бөлек қаттап жатыр. Бір кезде ақшаны санап болған әкем шайымның қолындағы 10 сомдықтардың қанша екенін сұрап алды да, әр қатты өз алдына бөлек-бөлек орамал шетіне түйіп, жамбасындағы жастығының астына басып маған бұрылды. Балам, келдің бе? Бәрі тойдың қамы. Маңдайдағы жалғыз сиырды саттың, сенен аяйтын нем бар менің деп күлімсіреп. Менің қабағым түсіп кетсе керек. Балам, бір жерің ауырып жүрме, қабағың қату ғой деді әкем. Жоқ көке, мен ертелі айтам деп қайта-қайта жаттап келген сөздерім алқымыма кептеліп қалғандай. Астымдағы сарала көрпешенің шетін қайыра беріп, төмен қарап. Не, бір нәрсе айтайын деп пең? Сізге айтайын деп, нені? Айтайын деп, мен бұрын соңды көрмеген қызға қалай үйленем? Баяғының заманы емес қой қазір. Не дейді мынау? Әкем ыршып түсті. Естіп отырсың ба? Шайым, көрмеген несі? Сен көрдің ғой, айтшы мынаған. Я, көрдім деді шайым жымыңдап. Сындырған нандай биязы бала. Ажарыдай ешкімнен кем емес. Майысып шай құйып қызмет қылғанын айтсай шіркінің. Естідің бе деді әкем маған тіктеліп. Оның жүзінен үрей мен ашу табын байқадым. Орынсыз жерге пышақ ұрмаймын мен балам. Әкесі елінің ауызға ілер азаматы орынды жер. Қазақта қатын алма, қайын ал деген бар. Баяғы саяғыны ғой балам. Тырс үндемей сазарып отырмын. Балаңыздың бәлкім ғашық болған басқа бір дымы бар шығар, деп шайым ұры көзін сығырайта жымиды. Қайдағы ғашық, былжырамай сенде жайыңа отыр деп әкем оны оқты көзімен атып түсірді. Әке, мен әзір үйленбеймін, оқуым бар деп мойнына оқталған құрықты сезген асаудай тайқыдым. Немене, сені оқытпай тұсап қойыр деп педің? Көке, жоқ, мен сізге айтайын деп мен үйленбеймін дедім әзір дегенде турасына көшіп. Не дедің ей? Әкемнің шүңірек көзі шатынап, қолдары дірілдеп, жамбасының астындағы түйіншекті суырып алды да, мынаны сонда мен басыма қоям ба? Деп менің бетіме лақтырып жіберді. Ой, нағылет жауғыр. Сен оқуға бермей бәлеге берген екемін. Тумай туа шөккір. Құдай-ай, ел алдында масқара болдым-ау. Құдама не бетімді айтам? Жоғал көзіме көрінбе, жоғал. Менің балам емессің қазірден бастап. Бездім сенен. Теріс батамды берем, теріс батамды. Әкем алақанын теріс шайып, қалш-қалш етті. Ашудан ба, задан ба көзінен ытқып шыққан жас бетін жуып бара жатқанын көріп қалдым. Орнымнан атып тұрып шығып жөнелдім. Туғалы еш-жай деспеген, бетіне қарамақ түгіл дауыс көтермеген әкемді жерге қаратып кеткенімді өзіме кешіре алмай, жан дүнием өртеген ормандай күңіренді. Түні бойы көз ілмей дөңбекшіп шықтым. Әкемнің теріс жайылған алақаны мен қарасыр жүзін жуған көз жасы елестегенде кеудемнің сол жақ тұсын әлдене үзіліп түскендей қатты күйзелдім. Таң саз беріп бөлмеге терезеден ақшыл сәуле құйылған шақта аңсағанға арналған хатымды, оны мен костюмның ішкі қалтасына тығып жүргенмін. Алып оқып шықтым. Хатты кеудеме басып біраз жаттым. Өксіп жыладым. Біраз жылап жаттым да хатымды жырттым. Қой, кетіп қалмай орнынан басайын деп күн шығар шықпаста барып нағашымның есігін қақтым. Әкем таңғы намазға жығылып отыр екен. Кіріп келген мені көріп шапанның ұзын шалғайына сүріне ұшып тұрды. Құшағын жая ұмтылып кеп бауырына басып, құлыным келетініңді біліп ем деп кемсеңдеп қоя берді. Мен сөйтіп өзім көріп білмеген қалыңдыққа үйленетін болдым. Кешелі бері біздің үй әбігер, әжем де шешем де апы кіріп күні шығып жатыр. Жолынан жаңылмауын ойлаған әкем қазақша бар кәдесін жасап, құдаға апаратын қоржынның екі басын сықап толтырып қойды. Соғыстан кейінгі жылдары ауылда мата, шай, қант,
қат еді ғой, соларды мол салды. Бозғылт өңі нарттанып шешем де түнімен көз ілмеді. Көйлек көншегімді жуып, көнелеу сукно костюм шалбарымды шөткелеп, сандығының түбінде жатқан 2-3-4 жүзігім бір жапырақ орамал шетіне түйіп, әр қалтама бөлек-бөлек тықты. Барғанда жолыңнан қалма, қыздың жеңгелері қалтаңды қарайды деді. Көршілер де мәз гуілдесіп жүр. Таң атқалы бірі кіріп, бірі шығады. Қасымның қадамы құтты болсын десіп, ақ тілегін айтысады. Мауыты жеңгем Төрежанның да жігіт болған-ау деп көз жасын бір сығып алды. Қайтсын бейшара шерлі ғой, күйеуі ойына түсті ме, әлде өзінің алғаш тұрмысқа шыққан сәтін еске алды ма? Шешем есік алдында ошақтағы қара қазан астына лауылдатып жантақ жағып, жеті нан құдайы деп күлше пісірді. Төңірегі толы ауылдың қара сирақтары қашан құлақ тигенше сабырсызданып, бірін-бірі итерісіп алаулаған отқа түсіп кетердей ентелеседі. Олардың сыртында қазан басынан сүйек-саяқ дәметкен 2-3 сұғанақ ит көзін сатып шоқиып отыр. Әкем көрші шалдың күрең қасқа дөненін мен мінсін деп сұрап алған. Дөненді жетектеп кеп үйдің жапсырмасындағы ақ сиыр сатылғалы қаңырап бос қалған қамыс қораға байлады. Терезе алдында тысқа көз тігіп отырғанмын. Жуасыған кейпім бар. Әркім бір мінетін жуастайдай тізгінімді бір жола бергенмін. Терезе алдынан көлбеңдеп өтіп үйге шайым кеп кірді. Құдалыққа баратын болғанды. Қалай Қасым, дайынсың ба? Бас изедім. Қазір жүріп кетпесек бір күншілік жер, қараңғыға қалсаң ұят болар деп бұрылып шығып кетті. Әкем дөненнің қос тартпасын да қайта тартты. Ердің арына 2 басы тыңқиған қызыл қоржынды бөктерді. Сосын тізгінін маған ұстатып, қолтығымнан демеді. Ал балам, Құдай жар болсын. Ерге қондым. Шешем дөненнің шылбырына оралып, жолың болсын құлдығым деп қалбалақтай ұмтылып көзіне жас алды. Жасыңды сүрт, қуанудың орнына қайдағыны шығарып деп әкем жегіп тастады. Шешем кейін серпілді. Сұр есекке құнтиып мініп алған шайым алға түсіп қыдыңдай жол тартты. Мен де дөненнің басын бұрдым. Артыма қарағам жоқ. Бізді қолдарына бір күлше ұстаған шуылдақтар мен құлағы ербеңдеген ауыл иттері қара керім жерге дейін ұзатып салды. Шақырайған жас күні арқан бойы көтерілмей жатып төңірек ысып кеткен. Біз бет алған батыс жақ аспан шалғайында алақат қар секілді іртік-іртік ақша бұлт қалқиды. Шаңы бұрқыраған табан жолға түстік. Шайымнан озбай жай аяңмен келе жатырмын. Бұрқылдаған шаң леп болмаған соң ұшпай ізімізде аң тұман боп кілкіп қалып жатыр. Шайым ауылдан шыға әңгіме бастаған. Аузына бір тыным жоқ. Ұрын бару дегенді білмейсің ғой сен. Баяғыда күйеулер ұрын барушы еді. Ол бір дәурен ғой. Қыз оң жақта отырғанда ойнап күлесін. Оның сөзінің бірін тыңдасам, бірін тыңдамаймын. Шошиып екеуміз ғана барамыз. Күйеу жолдас деген болады. Оған ауылда адам жоқ. Сосын шырағым, қазір шұбырып салтанат құратын кез емес. Елді соғыс жүдетіп кетті. Сенің атаң да той жасар деймісің? Отбасы боп қана шүңкілдесіп аттандыратын шығар. Ой дүние-ай, ел есін жиса бәрібір күнгідей болмайды ғой. Астымдағы дөненің тізгінін тартып келем, сонда да ол озып кетеді. Шайым сұр есектің иығынан шығып типің-типің желдіріп кеп қатарласады. Сен көсеген көтеретін баласың ғой деп мақтай сөйледі. Атананың айтқанын қылдың, үлкенді сыйлағаннан кем болмайсың. Ана Жұмабай бригадтың баласын білесің ғой. Ат кім еді сол иттің? Марат екен ғой. Сол бір шөп желкенің етегінен ұстап, ойбай ғашықпын деп айырылмай әке шешесін жерге қаратты да кетті. Далбайын төбесіне қарай сырып қойды да өз-өзіне шексілесі қата күлді. Не болды мынаған десем, өзі айтып отырған әңгімесіне елетіп күлген екен. Былтыр институт бітіріп келген Әлінің баласын білесің ғой. Сол да ана 2 балалы байдан шыққан Әлиманы алайын деп жүргенге ұқсайды. Кемпір шал маңдайынан төбелеп отыр. Ау шырағым-ау, қыз алмайсың ба? 12-де бір гүлің ашылмаған қалпыңмен байдан шыққан әйелде нең бар десе, ғашықпын, оны алмасам асылып өлем деп арқанға жүгіретінге ұқсайды. Кеудем жанып барады, ауа қапырық, тынысым тарылады. Осы сенде біреуге ғашық бола жаздадың-ау дейма? Анада әуелі көнбеп едің, кейіннен көніп қапсың. Шайым менің әлі аузы бітпеген жарамды шұқтырды. Жүрегім шаншып кеткендей болды да, дөненді тебініп қап шаба жөнелдім. Әй, жыңғақты ма сені? Деген оның айқайына бұрылғамда жоқ. Аламесеке қас қарайып көз байлана жеттік. Бір үлкен қыстаудың үстіме жүрдік. Жау шапқан ел секілді тірі жан жоқ, қаңырап бос тұр. Есіктер мен терезелеріне қу шеңгел сүйеп бастырып тастаған. Бұл жайлауға көшкен елдің мал сүйкеніп есік терезені сындырмасын деген айласы. Бұлар аламесек келін жайлайды.
деді Шайым. Қыстаудан түстікке қарай шығатын арба жолға түстік. Содан бізді жиегінде көк құрақ суылдаған көл жағасына бір-ақ шығарып, шалбардың балағындай екі айырды. Көлдің екі жағында да киіз үйлер қарауытады. Қара көк айдын жақта үйрек қарқылдайды. Жағадан бақылдаған бақа үні естіледі. Көл бетінен қоңыр самал естеді. Аптаптан әбден қалжыраған денеме самал жағып барады. Жағада тұра берсем деймін. Астымдағы дөнен де шөлдеген. Басын шұлғып айдынға ұмтылады. Жеттік-ау, деді Шайым. Кек құраққа кеп бас қойған есегін қақпайлап, қай жолға түсерін білмей аңтарылды. Тәуекел деп, мына оң жағадағы ауылға барайын деді сосын. Ауыл шетіне кіре бергенімізде алдымыздан әупілдеген 2-3 төбет шығып, көліктен аударылып алардай тап-тап берісті. Дөнен үркіп, шиыршық атып басын алып қашады. Иттер маған өресі жетпесін білді ме, бір ауық Шайымды ортаға алды. Ол қолындағы жыңғыл таяғын олай бір, бұлай бір сермейді. Қан майданда оңды-солды қылыш сермеген батыр секілді. Дөненнің тізгінін шірене тартып тұрып, шек сілем қатып күлемін. Шеткі үйдің алдында ешкі сауып отырған әйелден Шайым құдасының үйін сұрады. Әйел абалаған иттерді кет-кет деп қуып тастады да, «Құба Хасен бе? Ол бұл ауылда емес, ана ауылда» деп көлдің арғы бетіне қолын шошайтты. Ал жаспасам бергі шеттен санағанда 5-ші үй. Біз ізімізбен кері қайттық. Әлгі өшіккен төбеттер арпылдап біраз жерге дейін ізімізден қалмады. Таяқ сілтегесін бе Шайымға көбірек ұмтылысып жаныға үрісті. Менің құда екенімді танығандай бәрі маған жабысатын несей деп иттерден құтылған соң Шайым кәдімгідей өкпеледі. Екінші жағадағы ауылдың да иттері аз ертес екен. Олар да арсылдап ізімізге түсіп осау деп тұсына кеп ат басын іріккен киіз үйге дейін шабаланып еріп келді. 3-ші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.